Сәлем, егер менің каналым саған ұнаса, міндетті түрде достарыңмен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпа. Оқушылар біліміңді тексер тапсырмаларына көшпестен бұрын осы ион алмасуды, иондық теңдеуді сіздерге қысқаша түсіндіріп кетейін. Мысал ретінде мен барий хлор 2 қосылған H2SO4 түзеді барий SO4 қосылған H хлор теңдеуін аламын. Реакцияны теңестіру үшін H хлордың алдына 2 қоямыз. Енді бізде қышқыл негіз тұздардың суда ерігіштігі деген кесте бар. Ол сіздердің кітаптарыңыздың соңғы бетінде орналасқан. Бізге реакцияға дейінгі реагенттер қажет емес. Бізге реакциядан кейін пайда болған өнімдер маңызды. Бізде барий SO4 берілген, яғни өнім ретінде шықты. Енді біз осы кестеден барий SO4-ті тауып аламыз. Ол үшін барий катионы мен SO4 анионын бір-біріне біріктіреміз. Осылай алып келіп, бізде EM деген белгі тұр. Яғни EM деген ол бізде ерімейді деген сөз. Яғни ол тұнбаға түседі. Тұнбаның белгісі осындай. Төменге қарап тұрған стрелка. Келесі бізде H хлор түзілген. H хлорды қараймыз. Ол бізде E деген белгі тұр. Яғни ол ериді деген сөз. Енді бізге осының иондық теңдеуін жазу қажет. Ол үшін біз осы иондарды дәл солай көшіреміз. Міне барий 2+, хлор деген сияқты. Яғни міне осылай. Барий бізде заряды 2+. Бізде мына жерде индекс ретінде 2 хлордың қасында 2 берілген. Яғни барий хлоридінің ішінде хлордың 2 атомы бар деген сөз. Оның, яғни 2 атомын бірге жазамыз. Яғни ол алдына коэффициент болып түседі. 2 хлор, заряды минус қосылған дәл солай 2 сутек атомы бар. 2 H катионы қосылған SO4. Міне ол SO4. Оның заряды 2 минус. Түзеді бізде барий SO4. Барий SO4-ті біз иондарға ыдыратып жазбаймыз. Яғни молекулалық түрін жазамыз. Себебі ол тұнба. Келесі бізде 2 H хлор деп берілген. Яғни олардың да 2 атомы бар. 2 бізге сутекке де, хлорға да тиесілі. Сондықтан олардың иондарының алдына 2 коэффициенті жазылады. 2 сутек катионы қосылған 2 хлор анионы. Енді бізге реакцияға дейін және реакциядан кейін пайда болған иондардың бірдейлерін қысқарту керек. Ол бізде 2 хлор анионы және де 2 сутек катионы. Бізде қалғаны барий және де SO4-тің иондары. Жазамыз. Бұл бізде қысқартылған иондық теңдеу деп айтылады. Барийдің 2 зарядты катионы қосылған SO4 2 минус түзеді барий SO4. Ол бізде тұнба. Өйткені ол ерімейді. Бүгін 9-шы сыныптың ион алмасу реакциялары тақырыбына арналған біліміңді тексер тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Бірінші сұрақ. Ион алмасу реакциясы деген не? Бірінші сұрақтың жауабы. Электролит ерітінділері арасындағы алмасу реакциялары иондар арқылы жүзеге асады. Иондардың алмасуы ион алмасу реакциясы деп аталады. Екінші сұрақ. Алмасу реакциясы қандай жағдайда қайтымды және қайтымсыз болады? Мысалдары келтіріңдер. Жауабы. Реакция нәтижесінде тұнба, газ немесе аз диссоциацияланатын зат су түзілсе, алмасу реакциялары соңына дейін жүреді. Яғни алмасу реакциясы қайтымсыз реакция. Ал түзілмесе ол қайтымды реакция. Мысал ретінде натрий 2SO4 пен калий хлоридінің әрекеттесуін жазайын. Нәтижесінде бізде натрий хлор және калий 2SO4 шығады. Реакцияны теңестіру үшін натрий хлорға 2, калий хлорға 2 қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде түзілген заттардың ішінде тұнба, су, газ жоқ. Яғни бұл бізде қайтымды реакция болып табылады. Келесі енді біз қайтымсыз реакцияға мысал келтіретін болсақ, біз барийға
SO4-ті қосамыз. Нәтижесінде бізде барий SO4 шығады. Бұл бізде тұнба. Көріп тұрғаныңыздай бізде тұнба бар, яғни бұл бізде қайтымсыз реакция болып табылады екен. Үшінші сұрақ. Қайтымсыз ион алмасу реакцияларын тауып теңестіріңдер және олардың иондық теңдеулерін құрастырыңдар. Үшінші сұрақтың асы. Натрий NO3 пен литий хлоридін әрекеттестірген нәтижесінде бізде тұнба да, су да, газ да түзілмейді, яғни бұл бізде қайтымды реакция болып табылады. Келесі жағдайында бізде барий гидроксиді мен H бром әрекеттестірген нәтижесінде барий бром 2 және де су түзілген. Теңестіру үшін H бромға 2, судың алдына 2 қоямыз. Яғни бізде су түзілді, бұл бізде қайтымсыз реакция болып табылады. Енді иондық теңдеуін жазатын болсақ, барий гидроксидін ионға ыдыратқанда барий 2 плюс зарядты және де индексі алдына коэффициент болып келеді, 2 OH катионы түзіледі. Келесі 2 H бромды ионға ыдырататын болсақ, бізде 2 H катионы және де 2 бром анионы түзіледі. Яғни келесі біз стрелка қоямыз, себебі біз өнімдерді енді иондарға ыдырататын боламыз. Бізде барий бромиді ионға ыдырағанда барийдің катионына және де 2 бромның анионына ыдырайды. Және қосылған 2H2O. Себебі бізде қайтымсыз реакция H2O-ны біз иондарға ыдыратпаймыз, ол иондарға ыдырамайды. Енді реакцияға дейінгі иондар мен реакциядан кейін пайда болған бірдей иондарды қысқартамыз, яғни барий катион мен барий катионы, бром анион мен бром анионы. Бізде гидроксидтің анионы мен судың катионына қалды, және бізде пайда болған өнім 2H2O, яғни су. Біз оны жазамыз, бұл бізде қысқартылған иондық теңдеу болып табылады. Келесі бұл жағдайында алюминий хлор 3-ті натрий OH пен әрекеттестірген нәтижесінде бізде тұнба түзіледі, яғни ол алюминий OH3, яғни ақ тұнба. Ақ тұнба пайда болса, бұл бізде қайтымсыз реакция болып табылады. Енді оның иондық теңдеуін жазамыз. Алюминийдің 3 плюс катионы, 3 хлор анионы, 3 натрий катионы, 3 OH анионы бізде пайда болды. Тұнба, ол реакцияға, ол иондарға ыдырамайды. Келесі 3 натрий катионы мен 3 хлор анионы бізде пайда болған және де оған дейінгі бар иондарды қысқартамыз, яғни 3 хлор анионы мен 3 натрий катиондары қысқарып кетеді. Бізде қалғаны алюминий катионы мен гидроксид анионы бізде яғни түзіледі, алюминий гидроксиді ақ тұнба. Бұл бізде қысқартылған иондық теңдеу болып табылады. Төртінші сұрақ. Берілген заттар арасындағы ион алмасу реакцияларының толық және қысқартылған иондық теңдеулерін жазыңдар. А жағдайында HNO3 пен натрий OH әрекеттескен нәтижесінде бізде H2O түзеді, яғни су түзілсе бізде ол қайтымсыз реакция болып табылады. Енді иондарға ыдырататын болсақ, иондық теңдеуін жазамыз. H катионы, NO3 анионы, натрий катионы, OH анионы түзеді. Натрий катионын, NO3 анионын және де H2O-ны. Біз реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі бірдей иондарды қысқартамыз. Бізде нәтижесінде сутек катионы, гидроксид анионы қалды және бізде түзілген суымыз бар. А жағдайында купрум хлориді калий гидроксидімен әрекеттесіп, купрум гидроксидін, яғни тұнбаны және де калий хлоридін түзеді. Енді иондық теңдеуін жазамыз. Купрумның катионы, хлордың анионы, калийдің катионы мен гидроксидтің анионы түзеді. Купрум OH2 тұнбасын қосылған калий катионын және де хлордың анионын түзеді екен. Енді реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі бірдей иондарды қысқартамыз. Бізде қалғаны купрум және де OH иондары. Купрумның катионы мен гидроксид анионы түзіліп бізде купрум OH2-ні түзеді, яғни тұнбаны. Бұл бізде қысқартылған теңдеуі, иондық теңдеуі. Келесі реакция Б реакциясында бізде
калий 2CO3 қосылған 2H хлор түзеді. Калий хлор қосылған CO2 қосылған H2O. Бізде газ бен су түзілген, яғни бұл бізде қайтымсыз реакция болып табылады. Енді оның иондық теңдеуін жазамыз. Калий катионы түзіледі, CO3 анионы түзіледі, сутектің катионы және де хлордың анионы түзіледі. Келесі түзіледі бізде калийдің катионы және де хлордың анионы түзіледі, және де CO2 газы мен H2O, яғни су түзіледі. Енді біз реакцияға дейінгі және де реакциядан кейінгі бірдей иондарды қысқартамыз. Ол бізде калий және де хлор болып табылады. Келесі бізде қалғандары CO3-тің анионы мен жаңағы сутектің катионы болып табылады. Реакция нәтижесінде бізде CO2 газы және де су түзіледі. Бұл бізде реакцияның теңдеудің иондық қысқартылған иондық теңдеуі болып табылады. 5-ші сұрақ. Мына заттар арасында жүретін реакциялардың молекулалық және иондық теңдеулерін жазыңдар. Бірінші, кальций хлориді мен магний сульфаты бізде түзеді. Кальций сульфаты мен магний хлоридін. Бізде кальций сульфаты тұнба болып табылады, яғни бұл қайтымсыз реакция болып табылады. Енді иондық теңдеуін жазамыз. Кальцийдің катионы, хлордың анионы, магнийдің катионы, сульфаттың анионы түзеді. Кальцийдің сульфатын тұнба және де магнийдің катионы мен хлордың анионын түзеді. Енді реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі бірдей иондарды қысқартамыз. Бізде қалғаны кальций катионы мен сульфаттың анионы, яғни түзеді бізде кальций сульфатын, яғни бұл бізде оның қысқартылған иондық теңдеуі. Келесі жағдайында цинктің гидроксиді мен H2SO4, яғни күкірт қышқылын әрекеттестіреміз. Бізде нәтижесінде цинктің сульфаты және де су түзіледі, яғни су түзілді, ол бізде қайтымсыз реакция болып табылады. Енді оны иондарға ыдыратып жазамыз, яғни иондық теңдеуін жазамыз. Бізде цинктің, темірдің катионы, гидроксидтің анионы, сутектің катионы және сульфаттың анионы түзіледі. Цинк, яғни темірдің бізде катионы және де сульфаттың анионы түзіледі, сонымен қатар су түзіледі. Суды айттым, ол иондарға ыдырамайды. Енді реакцияға дейінгі және реакциядан кейінгі пайда болған бірдей иондарды қысқартамыз. Енді қысқартылған иондық теңдеуін жазамыз. Бізде қалғаны гидроксидтің анионы және сутектің катионы түзеді суды. Енді келесі реакция. Бізде Б жағдайында натрий сульфаты мен азот қышқылын әрекеттестірген, нәтижесінде бізде натрий NO3 пен H2SO4 пайда болды. Бұлында бізде тұнба да, су да, газ да түзілмеді, яғни бұл бізде қайтымды реакция болып табылады. 6-шы сұрақ. Қысқартылған иондық теңдеулерге сәйкес реакциялардың молекулалық теңдеулерін құрастырыңдар. Қысқартылған иондық теңдеуін қарап алыңыздар, мен тек молекулалық теңдеуін жазып кетемін. Біріншісі, феррум хлор 3 қосылған натрий OH түзеді. Феррум OH3 қосылған натрий хлор. Реакцияны теңестіру үшін натрий хлор мен натрий OH-тың алдына 3 қоямыз. Енді екінші молекулалық теңдеу. Калий 2CO3 қосылған H хлор түзеді. Калий хлор қосылған H2O қосылған CO2 газы. Реакцияны теңестіру үшін калий хлоридінің алдына 2, H хлордың алдына 2 қоямыз. Келесі теңдеу. Молекулалық теңдеу бізде калий хлор қосылған аргентум NO3 түзеді. Аргентум хлор қосылған калий NO3. 7-ші сұрақ. Ергіштік кестесіне сүйеніп, нәтижесінде тұнба, газ және су түзіле жүретін алмасу реакцияларының әрқайсысына мысал келтіріңдер. Олардың молекулалық және иондық теңдеулерін жазыңдар. Бірінші теңдеуге мен барий хлориді қосылған
азот қышқылын алдым. Нәтижесінде бізде барий SO4 тұнбасы және де H хлор түзіледі. Енді оның иондық теңдеуін жазамыз. Барий 2 плюс зарядты катионы. Сіздер білесіздер, индекс болса, ол алдына коэффициент болып түседі. Яғни 2 хлор анионы қосылған 2H катионы қосылған SO4 анионы түзеді. Бізде барий SO4-ті және де 2H катионы мен 2 хлор анионын түзеді. Біз енді реакцияға дейінгі және де реакциядан кейін пайда болған бірдей иондарды қысқартамыз. Нәтижесінде бізде барийдің катионы мен SO4-тің анионы қалады. Түзіледі бізде барий SO4 тұнбасы. Келесі екінші молекулалық теңдеу ретінде мен мысал ретінде калий гидроксиді қосылған азот қышқылы түзеді. Калийдің сульфаты қосылған суды алдым. Реакцияны теңестіреміз. Калий гидроксидінің алдына 2, судың алдына 2 қоямыз. Енді біз иондық теңдеуін жазамыз. Білесіздер, коэффициент болса, ионның алдына коэффициент болып түседі, ал индекс болса, дәл солай ионның алдына коэффициент болып түседі. Яғни бізде 2 калий катионы, 2 гидроксид анионы, 2 сутек катионы және SO4 анионы түзеді. 2 калий катионын, SO4 анионы және де 2H2O-ны. Біз реакцияға дейін және реакциядан кейінгі бірдей иондарды қысқарттық. Нәтижесінде бізде 2OH анионы, 2H катионы қалды. Бізде түзіледі 2H2O, яғни су түзіледі. Келесі үшінші теңдеу ретінде мен калий 2S қосылған H2SO4 түзеді. Калий 2SO4 қосылған H2S газын алдым. Бізде бұл жерде газ түзілген, яғни бұл бізде қайтымсыз реакцияға мысал. Енді иондарға адыратсақ, 2 калий катионы қосылған S анионы қосылған сутектің 2H катионы SO4 анионы түзеді. 2 калий катионын, SO4 анионын және де H2S газын. Енді реакцияға дейін және де реакциядан кейін бірдей пайда болған иондарды қысқартамыз. Нәтижесінде бізде күкірттің анионы және де сутектің катионы қалады. Нәтижесінде H2S газы шығады. 8-ші сұрақ. Дәптерлеріне кестені сызып, оны толтырыңдар. Анықталатын анион хлор, сәйкес катион аргентум, күміс, яғни байқалатын құбылыс бізде ақ тұнба. Сәйкес катион бізде барий, анықталатын анион SO4 анионы, байқалатын құбылыс ақ тұнба. Бізде көк тұнба бізде байқалатын құбылыс болған, оған сәйкес келетін катион көк деп тұрғандықтан біз бірден купрум катионын жазамыз. Оған сәйкес келетін анион бізде гидроксид анионы. Келесі анықталатын анион PO4, яғни фосфат анионы. Оған сәйкес келетін катион аргентум катионы. Байқалатын құбылыс сары тұнба. Байқалатын құбылыс газ көпіршіктері болатын болса, оған сәйкес келетін катион сутек катионы, ал анықталатын анион бізде CO3 анионы. Келесі анықталатын анион гидроксид анионы, оған сәйкес келетін катион феррум, яғни темірдің катионы, байқалатын құбылыс қызыл күрең тұнба. Анықталатын анион бром анионы, сәйкес келетін катион күміс катионы, байқалатын құбылыс аммиактың иісі. Осымен біздің біліміңді тексер тапсырмалары аяқталды. Видеоны соңына дейін көргеніне рахмет. Ұнаса міндетті түрде достарымен бөлісіп, лайк, комментарий қалдыр.